5-те 54-ші есеп формуласын жазып қойсам, а квадрат минус в квадрат. Ол дегеніміз а қосылған в а минус в-ға тең екен. Бірінші есебіміз 5а қосылған 6-ның жақша сыртында квадраты азайтылған 81. Оны біз 5а қосылған 6-ның квадраты азайтылған 9-ның квадраты деп жазып алайық. Сонда мынау аға тең, ал бізде в-ға тең болады. Сонда формулаға қояды екенбіз. Ол дегенім 5а қосылған 6 азайтылған 9 бірінші көбейтілген. Екінші жақшамыз 5а қосылған 6 қосылған 9. Сонда нәтижесі бізде 5а біріншісінде азайтқанда минус 3. Екінші жақшамыз 5аның өзі жазылады. Қосып жергенде 15-ке тең екен. Қосу 15-ке тең. Бұл біріншісі. Екіншісі 25 азайтылған а қосылған 7-ның квадраты. Бұл дегеніміз 5-тің квадраты азайтылған а қосылған 7-ның квадраты. Яғни мынау аға тең, мынау в-ға тең. Сонда 5 азайтылған а қосылған 7 деп жазылайық бірінші жақшамызды. Екіншісіне 5 қосылған а қосылған 7 тең. Енді жақшаны ашып шығамыз. 5 минус а минус 7. Екінші жақшада 5 қосылған а қосылған 7 тең. Сонда нәтижесі бізде 5-тен 7-ні аламыз. Сонда минус 2а минус 2 азайтылған а болады. Екіншіде екеуін қосып жіберетін болсақ 12а қосылған 12-ге тең болады. Енді үшіншісін шығарайық. Үшіншісі 9m-нің квадраты азайтылған 1 қосылған 2m жақша сыртында квадраты. 9m-нің квадраты дегеніміз ол 3m-нің жақша сыртындағы квадраты. Азайтылған 1 қосылған 2m-нің квадраты. Сонда формулаға салатын болсақ 3m азайтылған 1 қосылған 2m жақшаның ішіне алып алайық. Екінші жақшамыз 3m қосылған 1 қосылған 2m болады. Тең. Енді жақшаны ашып аламыз. 3m минус 1 минус 2m. Екінші жақшамыз 3m. Осы жерде қосып жүрсек болады бірденше. 5m қосылған 1 деп жазсақ. 5m қосылған 1 деп жаздым. Тең. Енді мына жерде ұқсас мүшелерді қосып азайтатын болсақ, m-нің өзі қалады екен. m азайтылған 1. Екінші жақшамыз 5m қосылған 1-ге тең. Келесі төртіншісі 5x азайтылған 3y-тің квадраты сыртында минус 16x квадрат. 5x минус 3y квадраты деп жазып қояйық. Азайтылған 4x-тің жақша сыртында квадраты. Ол дегеніміз сонда 5x минус 3y минус 4x 5x минус 3y плюс 4x тең
нәтижесі 5x-тен 4x алса, x-тің өзі қалады, азайтылған 3y. Бірінші жақшамыз, екінші жақшамыз 9x азайтылған 3y қалады. Келесі 5-ші есебіміз 5 азайтылған 3-ның жақша сыртында квадраты азайтылған 9-ның квадраты. Бұл дегеніміз 5 азайтылған 3-ның жақша сыртында квадраты азайтылған 3-ның жақша сыртында квадраты. Енді осыны ашайық. 5 азайтылған 3-ді азайтылған 3-ді. Екіншісі, дәл осыны енді қосумен орындаймыз. 5 азайтылған 3-ді қосылған 3-ді тең. Бірінші жақшамыз 5s болады, мына екеуі -6d. Екіншісі мына екеуі жойылып кетеді, көбейтілген 5 қалады. Жақшаны ашып жіберсек те болады осы жерде. Келесі 6-шы есебіміз 49m-ның квадраты азайтылған n қосылған 8m-ның квадраты. Сонда 7m-ның жақша сыртында квадраты азайтылған m қосылған 8m-ның жақша сыртында квадраты. Орындасақ, бірінші жақшамыз 7m азайтылған n деп бастайық. Жақшаға аламыз, себебі минус әсер етеді. Алдындағы жақша мен m қосылған 8m. Бұл бірінші жақша. Екінші жақша тура осының қосындысы. 7m қосылған n қосылған 8m тең. Енді жақшаны ашайық. 7m азайтылған n азайтылған 8m. Бұл бірінші жақшамыз. Екінші жақшамыз қосып жіберсек болады. Бірден 15m қосылған n. Сонда нәтижесі мынадан алатын болсақ -m бірінші жақшамыз, екінші 15m қосылған n-ге тең екен. Келесі 5-те 55-ші есеп. Біріншісі 2,1 көбейтілген 1,9. Формулаға салайық. 2,1 дегеніміз 2 қосылған 0,1 кетеді. 2 қосылған 0,1 кетеді. Көбейтілген 1,9 дегеніміз 2-ден азайтамыз 0,1-ді. Бұл бізге формуламызға келеді. Яғни бұл дегеніміз 2-ның квадраты азайтылған 0,1-дің квадраты. Бізде 2-ның квадраты 4 кетен, 0,1-дің квадраты 0,100-ден 1 кетен. Сонда нәтижесі бізде 3,199-ға тең екен. Екіншісі 4,100-ден 2 көбейтілген 3,198. 4,100-ден 2-ні біз 4 қосылған 0,100-ден 2 деп жазайық. 4 қосылған 0,100-ден 2. Ал 3,198-ді 4 азайтылған 0,100-ден 2 деп жазайық. Формула бойынша 4-дің квадраты азайтылған 0,100-ден 2-ның жақша сыртында квадраты. Ол дегеніміз 16 азайтылған 0,100-ден 2-ның квадраты 0,10-мыңнан 4 кетен. 0,10-мыңнан 4 кетен. Нәтижесі сонда бізде 15,10-мыңнан 996. Келесі үшіншісі 19,8 көбейтесін 20,2. 19,8-ді жазып алайық. 20 азайтылған 0,2 деп. 20 азайтылған 0,2. Ал 20,2
оннан 2-ні 20 қосылған 0,2 деп жазайық. 20 қосылған 0,2. Формулаға салатын болсақ, 20-ның квадраты азайтылған 0,2-ның квадраты. 20-ның квадраты бізде 400-ге тең. 0,2-ның квадраты 0,104-ге тең. Сонда нәтижесі 399,196-ға тең болады екен. Келесі 4-ші есебіміз 1,5 көбейтілген 0,195. 1,105-ті біз 1 қосылған 0,105 деп жазайық. Ал 0,195-ті азайтылған деп жазамыз. Яғни 1 азайтылған 0,105. Сонда 1-дің квадраты азайтылған 0,105-тің квадраты болады. Ол дегеніміз 1-дің квадраты 1-ге тең, 0,105-тің квадраты 0,10-мыңнан 0,10-мыңнан 25. Сонда нәтижесі 0,975-ге тең болады екен. Келесі 5-шісі 3,3-тен 2 азайтылған квадраттар, азайтылған 2,3-тен 1-дің квадраты. Екі жақ жағаға жіктеп жазайық. 3,3-тен 2 азайтылған 2,3-тен 1. Енді осының қосындысы 3,3-тен 2 қосылған 2,3-тен 1. Азайтып жіберетін болсақ, бөлшектің бөлімдері бірдей бізде. 1,3-тен 1 шығады екен. Жақшаны өшіп істей салайын. Жақшаның қажеті жоқ бізде. Көбейтілген қосатын болсақ 5,3-тен 3 тең 1,3-тен 1 деп жазып алайын. Немесе 1-ден аралас бөлшек айналдырып жіберіп жарайды. Енді 3-ті 3-ке бөлсек 1, 5 пен 6 болып кетеді. Сонда 3, 4 көбейтілген 6 тең қысқартып жіберсек 2, 4-ті 2 көбейтсек 8-ге тең болады. Келесі 6-шысы 4,6-тан 1-дің квадраты азайтылған 1,6-тан 1-дің квадраты. Екі жақ жағаға жазайық. 4,6-тан 1 азайтылған 1,6-тан 1. Екінші осының қосындысы 4,6-тан 1 қосылған 1,6-тан 1. Тең бөлшектің бөлімдері бірдей. Енді біріншісі 6 деп жазып алайық. Азайтсақ 3 және 1 болады. Ал екінші жақшасы бір жеріміз қате болды біздің. Енді азайтқанда орындайтын болсақ, бұл дегеніміз 6, 25. Азайтыласын 6, 7. Енді қосындысын жазайын. Көбейтілген 6, 5. Так, төбесіндегісімен 2 болады. Енді бір аралық дегеніміз 18 бөлінген 6 көбейтілген 5. Екеуін бірде 1 бөлінген 3 деп жазып жіберейін. Сонда тең екеуін көбейтілген бөліндісі бізде 3-ге тең. 3 көбейтілген 3, 15, 16 болады. Қысқартып жіберейік. Сонда нәтижесі 16-ға тең болады екен. Келесі, енді 7-шіні шығарсақ,
5 жақша сыртында квадраты азайтылған 4 бүтін 3-тен 1-дің жақша сыртында квадраты. Екі жақшаға жіктеп жазайық. 5 бүтін 3-тен 2 азайтылған 4 бүтін 3-тен 1. Енді осының қосындысы 5 бүтін 3-тен 2 қосылған 4 бүтін 3-тен 1. Орындайтын болсақ, нәтижесі бізде азайтып жіберетін болсақ 1, 3, 1-ге тең. Көбейту қосып жіберетін болсақ 9, 3, 3-ге тең болады екен. Енді 3 көбейтілген 1 4 деп жазылайық. Көбейтілген мына екеуінің бөлінісі 1-ге тең, 9 бен 10 болып кетеді. Сонда 40 бөлінген 3. Ол дегеніміз сонда 13 бүтін 3-тен 1-ге тең болады екен. Келесі 8-ші есебіміз 21 бүтін 10-нан 3-тің квадраты азайтылған 21 бүтін 10-нан 2-нің квадраты. Екі жақшаға жіктейтін болсақ, 21 бүтін 10-нан 3 азайтылған 21 бүтін 10-нан 2. 21 бүтін 10-нан 3 қосасын 21 бүтін 10-нан 2. Азайтындысы бізде 0 бүтін 10-нан 1-ге тең болады. Қосындысы 42 бүтін 10-нан 5-ге тең болады. Сонда екеуін көбейтсек 4 бүтін 100-ден 25-ге тең болады. Келесі 5-те 56-шы есебіміз. Біріншісі алымында 72 бөлімінде 13-тің квадраты азайтылған 11-дің квадраты. Алым дәл сол күйінде жазып қояйық 72. Ал бөлшектің бөлімін формулаға салайық. Яғни 13-тен азайтамыз 11 бұл бір жақша, екінші жақшамыз 13 қосылған 11. Тең 72-ның өзі тұрады. Бөлшектің бөлімінде 2 көбейтілген 24 болады. Енді қысқартып жүрейік. Нәтижесі 3-ге тең болады. 3-ті 2-ге бөлетін болсақ, 1 бүтін 10-нан 5-ге тең болады екен. Екіншісі 79-ның квадраты азайтылған 65-тің квадраты. Бөлшектің бөлімінде 420. Тең 79 азайтылған 65, 79 қосылған 65 деп жазып аламыз. Бөлшектің бөлімін дәл солай жазып қояйық, 420. Тең 79-дан 65-ті азайтсақ 14 болады, ал қоссақ 144 болады. 144. Бөлшектің бөлімінде 420. Қысқартып жіберетін болсақ 15-ге тең, сонда 72 бөлінген 15, ол дегеніміз 4 бүтін 10-нан 8-ге тең болады. Екінші есебіміз. Үшінші есеп 92-ның квадраты азайтылған 48-дің квадраты. Бөлшектің бөлімінде 27-ның квадраты азайтылған 17-ның квадраты. Алымында бөлімінде формулаға саламыз. 92 азайтылған 48. Енді осының қосындысы 92 қосылған 48. Бөлшектің бөлімінде 27 азайтылған 17. 27 қосылған 17. Бұл дегеніміз 44 көбейтілген 140 бөлімінде 10 көбейтілген 44. 44 пен 44 қысқарып кетеді. Нәтижесі 140-ты 10-ға бөлсек 14-тің өзіне тең болады. Келесі 4-ші есебіміз 63-тің квадраты азайтылған 27-ның квадраты. Бөлшектің бөлімінде 83-тің квадраты азайтылған 79-ның квадраты. Формулаға салсақ, 63 азайтылған 27, 63
қосылған 27. Бөлшектің бөлімінде 83 азайтылған 79, 83 қосылған 79 тең 36 көбейтілген 9, 36 көбейтілген 90 болады. 90 бөлшектің бөлімінде 4 көбейтілген 162. Қысқартып жіберсек, жіберетін болсақ, так, мынау 9 болады, 9-дан қысқартатын болсақ 18 болады, 90-ды 18-ге бөлсек 5 болады екен. Нәтижесі 5 кетеді.